Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырыбымызда трейдингқа келіп, именно сауда жасайтын кезде шешім шығару қиындап жүрген, шешім шығара алмайтын, шешім шығаруға келген кезде өте көп ақпараттар болып кететін, ақпараттарын реттей алмай жүрген адамдар болатын болса, сол адамдарға барынша пайдалы ақпаратпен бөлісіп кететін боламыз. Біріншіден, трейдингта екі ситуация болады. Біріншісі, сіздің как сделкаға кірмеген кезіңіз. Сделкаға кірмеген кезде адамның миы идеально и спокойно тыныш жұмыс жасап, барлық ақпараттарды реттілігімен, толық жүйемен ақпараттарды ала алады. Яғни ол кезде ешқандай проблема болмайды. Анализ жасаған кезде барлығын четкий, көріп тұрасыз, барлығын ақпараттардың барлығын толық көресіз. Бірақ та екінші ситуацияға келген кезде, яғни сделка ашуға келген кезде не істейміз? Ақпараттарымыз шатасып, көріп тұрған жаңағы неміз бұлыңғыр болып көрінбей, не істейді? Шешім шығаруымыз қиындап бастайды. Бұған әсер ететін тек бір себептер не? Анализіңіздің нақты жазылмауы. Енді бұл болатын проблемаға сәл адамның жаңағы миының жұмыс жасайтын психологиялық жағынан сәл ашығырақ айтып кетейік. Біріншіден, адамның миы ешқандай жаңағы программа, робот ештеңе емес, яғни жазылған ақпараттарыңыз адамның миы нормально жұмыс жасап тұрған кезде, тыныш жұмыс жасап тұрған кезде барлық ақпаратты жүйесімен шығаруы мүмкін. Ал асыққан кезде, бір нәрсеге жаңағы стресс болған кезде, именно дұрыс шешім қабылдауым керек деп сделка ашуға тақалған кезде не істейді? Миыңыз басқа кездегідей нормально жұмыс жасау жүйесін не істейді? Жоғалтып бастайды жаймен. Өйткені миыңызға стресс деген нәрсенің әсері кіріп бастады. Миыңыз паниковать етіп бастаған кезде не істейді? Барлық миыңызда тұрған ақпараттың барлығы не істейді? Шығып кетеді. Яғни тұрса да есіңізге жүйелі түрде келмейді. Былайша айтқан кезде реттілігі бұзылып, сіздің шешім шығаруыңызға қиын ситуацияны пайда болдырады. Сол себепті де барлық ақпаратты миымызға емес, көзімізге көрінетін қағазға немесе журналға жазып түсіру деген нәрсенің маңыздылығы өте зор бізде. Яғни бізге бұл қиын ситуациядан шығаратын не екен? Нақты өзіңіздің стратегияңыздың анықтағаннан кейін сол стратегияңызға қойылатын шарттарды белгілі бір көрінетін жерге жазып қою, қысқаша өзіңізге түсінікті ретінде жазып қою. Ал бұның көмегіне де мысал ретінде мен өзімнің немді көрсете алам. Мына жерде бізде өзімнің мысалға анализ жасағанға дейін менің миым қай кезден бастап паниковать кіреді, ол кіру нүктесін анықтайтын кезден бастап, ал оған дейін контекст жасау, жаңағы бағытын анықтайтын кезде менің миым ешқандай паниковать ештеңе етпейді, ақпараттың барлығын жүйелі шығара алатындықтан мен контекст жасағанға дейінгі ережелерімді жазуға міндетті емеспін мына жерде. Ал маған керегі жаңағы миым қай кезде паниковать етіп дұрыс жұмысын жасай алмай қалады, сол кездегі ақпараттарды, сол кездегі маған содан кейінгі керекті ақпараттарды маған не істеу? Жүйелеп жазып қою. Ол маған кіру нүктесін анықтау кезінде. Менде контекстті анықтап келгеннен кейін маған екі түрлі сетап бар. Біреуі, енді мына жерде ағылшынша жазылып тұр, қазақшасы ең сенімді сетапын және сәл рисковный, риск бар сетап деп айтуға болады. Осы екі сетаптың қай біреуін таңдау ғана қалады маған. Контекстті жасап келем, контекстім қатты сенімді болып тұрсам мен не істеймін? Сәл риск бар сетаптармен ертерек кіре берем. Бұл маған ертерек кірсем көбірек пайда әкелуге не болады? Мүмкіндік береді. Ал контекстім сенімсіздеу болып тұратын болса мен не істеймін? Кіру нүктесін міндетті түрде сенімді кіру нүктесімен, кіру сетапымен кіруім керек болады. Сол себепті осы екі сетаптың қай біреуін таңдаймын. И таңдағаннан кейін маған ары қарай оның стоп-лоссын қою деген шешім бар, оның интерес зонасын, оның қосымша подтверждениесін қою, оның риск менеджментін сақтау, оған соңғы жаңағы кіруінге подтверждение алу деген сияқты одан кейін де көптеген шешім бар. Вот мен сол шешімдерді мына жерге не істегенмін? Жазып қойған. Маған басты таңдайтын нәрсе не екен? Екі ғана таңдау. Агрессивный сетаппен кіресің ба, жаңағы сенімді сетаппен кіресің ба? Сенімді сетапты таңдайтын болсам, оған ережесі 15 минуттағы чоч постары болу керек деген сияқты мына жерде барлық ережем стоп-лосс міндетті түрде мынандай дәреженің астында тұру керек. Барлығы, яғни былайша айтқан кезде мен не? Тақап келген кезде шешім шығармаймын. Нарықта именно сделкаға кірердің алдында, стоп-лосс қай жерге қойсам деп ойланып отпаймын, өйткені менің ережем жазулы. Стоп-лоссты сенімді сетаппен кірсең, ордер блоктың астына қою керексің деген шешім. Соған қоясың, міндетті түрде ойланып отырмайсың. Ал тақап келген кезде, миыңыз жұмыс жасамай тұрған кезде, ойланып сол кезде шешім шығаратын болсаңыз, сіздің шығарған шешіміңіз қателік болу шансы не? Жоғарылай береді деген сөз. Сол себепті барынша миыңыз қателікке жаңағы паниковать етіп тұрған кезге барлық шешімді қалдырмай, өзіңіздің нақты стратегияңызды, сетапыңызды анықтап, соның ережелерін не істеуге? Анықтап жазып қоюға. Ал бұның көмегі не болады? Мен сделкаға кірмес бұрын таңдағаннан кейін графигімді тіптен миым жаңағы жетпей жататын болса не істеймін?
осы ережелерімді ашамын да, ашқаннан кейін мына жерден clear setup таңдадым да, таңдағаннан кейін маған ойланатын нәрсе қалмайды ешқандай. Так, кірем десең, стоп-лоссыңды ордер блоктың астына қоясың. Міндетті түрде Fibonacci'дің дискаунт зонасына келген кезде кіресің, әйтпесе басқа жерден ешқандай кірмейсің. Бұл ережем жазылмайтын болса, мен не істеймін? Так, Fibonacci'дің, может, премиум зонасынан кіріп кетсем бе екен, немесе кірмей қойсам бе екен деген екі ой тудырады. Ол екі ой сізге не істейді? Ары қарай ойланған сайын миыңыздың қате шешім шығаруға қарай бағыттап, соның шансын көбейте беретін болады. Осы себепті де, егер де шешім шығаруыңыз қиындап жүретін болса, міндетті түрде өзіңізге, бұл менің көрсетілген просто мысалым, бұл әрине сіздерге 100% осы мен айтқандай көшіріп шаблон жазып алыңыздар деген емес. Осыған ұқсас өздеріңіздің жаңағы шешім шығаруы қиындап атқан именно сұрақтардың шешімдерін осылай өздеріңіздің стратегияларыңыз қылып жазып қойсаңыздар, нарық тақалып сделкаға келген кезде миыңызда ешқандай адасу немесе ақпараттардың шатасуы деген нәрсе болмай, не істейді екенсіздер, барынша дұрыс шешім шығаруларыңызға мүмкіндіктеріңіз жоғарылайды екен. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай осы сияқты ақпараттарды алғыларыңыз келетін болса, YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Және де трейдинг инвестиция саласына қызығатын болсаңыз, төменде описание бөлімінде қалдырылған сілтеме арқылы өтіп, Ризық академиясының жасаған курстарын алып оқысаңыз болады.